Айнура Сүйітбекова, Бейіш бағы, әңгіме. Өткен заманда жалғыз бой кемпір бір түбірігін баласындай көріп, саар кеч ит құштан қорып, судан өксітпей бағып, езіліп бышқанда хайлаштарына сұраттырып айлы өзі үйме-үй қыдырып таратып берчеген. Күндердің бірінде ажалы жетіп, кемпір бұ дүйні менен қош айтышады. Бірақ сөөгін жерге берерде ешкім кемпірдің оғызында өріктің дәнеге қалқынын байқабайды. Күндер айға, айлар жылға алмашады. Баяғы кемпірдің жалғыз төпөлікі да қурайды. Bir mezgilde bayağı mürdönün üstünden örüktün uruğu köçöt bolu ösüp çıgadı. Көрсө, кемпірдің оғызында қалған дәнек жертеп, сыртқа өсіп шыққанда ғана айыл әлі біліп таң қалышады. Кейін ошол дәнек өрік болу өсіп, ұрықтап, чоң өрік бағы пайда болып, елді бағады. Бұл уламышты маға раматлық чоң атам айтып берген. Чоң атам бағбан әлі. Біздің айылдың етегінде көз жоғысын алған кереметті алма бақ өсіп тұрчу. Ал ешкімге тиішті емес, бірақ айыл тұрғындары алма баққа ұшынчалық аяр мамыле қылышады. Кезек-кезегі менен суғарышып, төбін тазылап, өз баласындай қам көріп тұршадылы. Біздің балалық оз ошол бақтың қып-қызыл алмалар менен өтті десем болады. Есімде кешкі салқында чоңатам мені жонына көтіріп алып, алма бақтың астына алып келчі. Қып-қызыл алмадан үзіп беріп. Үш бұру жалғыз стек, үш қыл қомыс, чертілбейді, күйге келбейді, чевер қолсыз, деп қолына қомысын алып, қырғыз көйлерін чертіп ес алчуыз. Bir күні чоңатамдан қызыл алманың тарихын айтып берусін сұрадым. Чоңатам сөз баштар алдында, қызам, уағында бұл бақтарды біз сыйқырту қызыл алма деп атачуыз. Шындығына бұл алма бақ өзінше чоң сыйқырға бір еле учырда жақшылықтың символы деп та атачуыз. Илгери айлыбызға басқыншылар келіп, малдарыбызды қырып, тапқан, тұтқан нәрселеріміздің барын талап тонып кетішіп, içерге су таппай, хаман қалғанымызға шүгір деп тұрған учырда бізде ачаршылықтан құтқарған дал ошыл қызыл алма. Алсыз адам чекеден қырылып, қалғандары ор жарақат алған қиын учырда жалғыз алма бағы еш нәрсе болбостан, көркөм сұлулығында, дамында жоғытпостан айыл тұрғындарына көч қуат болып берген. Тағырағы күні өз жалғыз қызыл алмаға түшіп, көптөгөн түтінді ачаршылықтан алып шыққан. Айыл тұрғындары бұл алма бағына қылған жақшылығымыздың жеміші де білелі, деп жақшылыққа жорышқан. Мұны ушул окуянын негизинде жақшылықтың символы деп атағанбыз. Кейбір учурда жаштар қызыл алманы сүйөнүн символы деп коюшат. Айтымында айлыбызга конок болуп келген эки жаш жолдо баратып, араларында пикир келишпестик чыгып таарыныша кетишет. Жаш жигит ачууга алдырып, унаанын эшигин тарс чаап түшүп кетет. Тарынган жигит алма бактын түбүнө барып отурса, шағынан бір қызыл алма топ деп жанына түшөт. Жигит алманы алып, даам татып жатып, жақшы көрген қызы менен өткөргөн ар бир бактылуу мүнөттөрүн эстейт. Ичиндеги сезимдерин сөз менен айтып жеткире албайт. Дароо қызыл алмадан үзүп алып, сүйгөн кызын көздөй шашат. Барса, кыздын да көңүлү көтөрүңкү, ачуусу таркап, жигитти жагымдуу досу болот. Жигит ойланып, бизди кайра табыштырган, жараштырган қызыл алма. Бұл бақ жөнөкөй бақ эмес, бұл бақ сүйүүнүн символу деп көз жеткен. Мына кызым, бұл қызыл алманын тарыхын уксаң, ушундай, деп кубурап берген эсимде. Бұл баянды кагазга түшүрүп отуруп, терең ойго чөмүлүп кетипмин. Қызыл алма канчалаган турмушту кечирди. Канча адамдын кубанычына, канчасынын кайгысына күбө болду. Бирок өзі қанчалық қартайса да, шақтарының арасы қурай баштаса да, бізді қуантудан тажабаптыр. Мөмөсі адаттағыдай эле таттуу, құчақ жайған бағы кенен жана салқын көлөкө беріп тұрады. Бүгін ертең менен тұрып, чоңотамдын бейт башына барып, Куран окуп кайтууну чечтим. Таңдын ырыскысын тосуп алайын деп таң атпай жол алдым.
баратып бир кызык ойго келдим. Баягы кызыл алма убакыттын өтүшү менен баары бир мурункудай эмес, шактары куурап, өзүнөн өзү сынып алсырап бараткандай. Мөмөсүнөн бирөөнү үзүп, Данегин чоң атамдын күмбөсүнүн карамак каршысында көмүп коеюн деп чечтим. Жаңы эле кейгенимде мени көрүп, жаныма келген аксакал карыя: "Кызым, таң заарлап эмнеге келдиң өзүң жалгыз?" деди. Учурашкан соң айылга келген жайымды түшүндүрдүм. Шаарга кеткеним менен баарына өзүм көз салып турам. Себеби кызыл алма мен үчүн ар дайым чоң атамды эстетип турат. Буюрса жылдын өтүшү менен мен көмүп койгон Данегим көчөт болуп өсүп чыгат. Анан бак болуп, көркөмү көз тайгылткан кыпкызыл мөмөлөрүн берет. Ошондо менин кыялдарым орундалат эле. Билсеңиз, менин чоң атам илгертен жаратылышты сүйгөн, бак десе жанын берген, айрыкча кызыл алманын түбүндө комузун кучактап, күү черткенди абдан жактырчу. Ошол себептен ушул чечимге келдим, десем, аксакалдуу карыя: "Максатыңа жет, балам", деп батасын берди эле. Убакыт учкан куш сымал бир топ жыл зымырап өттү да кетти. Шаарда жумуштар менен алек болуп жүргөн кезде телефонума кубанычтуу кабар келди. Карасам айылдан атам: "Кызым, кандайсың? Окууларың жакшыбы? Жумуштарың жүрүшүп атабы? Кызым, сага сонун жаңылыгым бар. Бул жаңылыкты уксаң төбөң көккө жетет го. Баягыда чоң атаңдын арбагын сыйлап, сыйкырдуу алманын Данегин көмүп кетпедиң беле? Ошол Данегиң өсүп чыкты. Качан келесиң, кызым?" деп жазыптыр атам. Көзүмө ысык жаш тегеренди. Бул кубанычтын көз жашы эле. Кыялдарым орундалгандай өзүмө өзүм сыймыктанып турдум. Тез эле айылыма жетсем, алма көчөттү көрсөм деген ниет менен 2-3 күн өтпөй айылга жөнөп кеттим. Айыл менен шаардын аралыгы 7-8 сааттык жол экенине карабастан, тез эле жетип келдик. Үйгө келсем атам кучак жайып тосуп алды. Сагынып калыптырмын. Дастаркон жайып, чоң энем менен апам ашканада чуркап жүрүшөт. Бир убакта сиңдим көз жоосун алган сыйкырдуу кызыл алманы алып келип дастарконго койду. Карап олтуруп ичимден: "Эх, кызыл алма, менин жашоомдун бир бөлүгү болуп калдың го" деп күлүп жыргап отурдум. Жайдан кийин атам: "Кызым, мен сага көптөн күткөн эмгегиңдин натыйжасын көрсөтөм. Алдын ала сенин көзүңдү таңам, сага кызык болсун", деди. Көзүмдү жоолук менен таңып коюшту. Өзүмчө толкунданганымды айтпа. Жеткен соң: "Кана, кызым, көзүңдү ачайын. Даярсыңбы?" деди атам. Өзүмдү колго алып: "Ооба, ата, даярмын", деп кубанычтуу айттым. Көзүмдү ачаарда көздүн жоосун алган сыйкырдуу кызыл алма менен чоң атамдын алма бахынын түбүндө отуруп, комуз чертип жаткан элеси көз алдыма тартылды. Мына сага кичинекей бариктери желге дирилдеп турган бир карыш көчөттү көргөндө жер таянып тизилеп, багбан чоң атама таасим кылып, карегимден ысык жаш агып атты.